Баршаға қайырлы күн. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Бүгін сіздермен көптеген тәттілерге, әсіресе сникерс тортына қолданатын карамельді үй жағдайында жасауды көрсететін боламын. Ендеше бисмилля деп жұмысымызды бастайық. Қантты мейлінше қалыңдау темір немесе осындай антипригарный ыдысқа салып, орташа отта араластырып отырып ерітетін боламыз. Байқасаңыздар, бізде қант өте тез ериді. Міндетті түрде араластырып отырыңыздар. Толықтай барлық қант ерігенше орташа отта араластырып отырып ұстайтын боламыз. Қантымыз толықтай еруге жақындаған кезде сливкиімізді отқа қоятын боламыз. Ескерте кететін жайт, сливкиді қайнатпаймыз, тек қана ысытып аламыз. Сондықтан сақтық үшін сливкидің астын өте баяу етіп қойғандарыңыз дұрыс. Қантымыз толықтай ерігеннен кейін отымызды сөндіріп, үстінен ыстық сливкиімізді құямыз. Осы кезде өте абай болыңыздар. Бізде бірден бұл өте қатты шығады. Және де сливкиді құйған кезде міндетті түрде араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Тез-тез дәл видеодағыдай сливкиіміз бен қантымызды араластырып алатын боламыз. Екі массамыз толықтай жақсы араласқаннан кейін газдың астын қайта жағып, өте баяу отқа қоямыз. Және де дайын болып қалған карамеліміздің үстінен сары майымызды салып, ерігенше тағы да араластырып отырып ұстайтын боламыз. Мінекей қыздар, біздің карамеліміз толықтай дайын болды. Енді басқа ыдысқа дәл осылай ситаның көмегімен сүзіп құйып алатын боламыз. Себебі қанттың кейбір артық түйіршіктері карамельдің ішінде қалып кетуі мүмкін. Көріп отырғандарыңыздай, бізде ешқандай түйіршік қалмай, карамеліміз өте әдемі болып шыққан. Енді толықтай карамельді суытып, кез келген тәттіге пайдалана берсеңіздер болады. Үй жағдайында өте оңай әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, баршаға ас болсын.